Еліміздегі ең мықты сұрмергендер Астанада бас қосты. Стенд атудан Қазақстан кубогының 3-ші кезеңі басталды. Жарысқа Алматы, Қызылорда, Павлодар және оңтүстік Қазақстан облыстарынан 100-ге жуық спортшы жиналды. Олар ерлер, әйелдер және жасөспірімдер арасындағы бәсекелесте өзара мықтыны анықтамақ. Астанадағы атуға арналған жалғыз алаңға алғашқы күні 30 спортшы жиналды. Бұлар стенд атудың бірінші түрі бойынша сынға түседі. Ең жасы 16-дағы жасөспірім болса, ең үлкені 70-ке таяп қалған ақсақал. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жаңадан дамып келе жатқан спорт түріне қызығушылар көп, бірақ мамандар тапшы. Әдейілеп мамандар керек осыған. Осы спорт түріне қатысушылар көбінесе олар аңшылар. Айту керек расында да, содан көбі сол қару жараққа білетін бала кезінен. Қазақстан кубогының кезекті кезеңіне еліміздегі ең мықты мергендер жиналды. Олардың арасында спорт шеберлері мен халықаралық додалардың жүлдегерлері бар. Сондықтан сайыстың алғашқы күнінен бәсекелестік жоғары болды. Жақсы дәреже көрсету керек қой. Мықты спортсмендер жиналған Қазақстан. Осы жарыстан кейін осы келесі айда Қазақстан Республикасының чемпионаты болады. Сол жарыстардың алдында жақсы жарыстардың бірі. Дода 6 тамызда мәресіне жетеді. Одан кейін стенд атудан тағы бірнеше республикалық турнир өткізу жоспарда бар. Ал 2017 жылы еліміз өз тарихында бірінші рет осы спорт түрінен әлем чемпионатын ұйымдастыру құрметіне ие болды. Сөздің шыны керек, жоғарыдағыдай қаншалықты қаржы бөлініп, қаншалықты додалар өткізсек те, жерлестеріміздің осы спорт түрінен әлемдік көрсеткіштері көңіл көншітпейді. Тіпті төмендесек те болады. Бұған бас себеп бұқараның белсенділігі баяу және жарнаманың жоқтығы. Әншейінде құралайды көзге атқан мергенбіз деп мақтанатын қазақтың қара көздері бұнда тым некен саяқ, оны мамандар жақсы білет және алдағы уақытта осы олқылықтардың орнын жоямыз деп отыр. Аслан Қаженов, Берік Ақтан, 24 KZ.